Қарнақ оңтүстік Қазақстан облысында, Кентау қаласынан 14 шақырым батыста, Түркістан қаласынан 25 шақырым солтүстікте орналасқан тарихи ауыл. Қарнақ ауылы солтүстіктен Қаратау мен, оңтүстіктен Шекербұлақ ауылы мен, шығыстан Кентау қаласы мен және батыстан Балайқорған елді мекенімен көршілес орналасқан. Барлық жер көлемі 52.766 гектар. Ауыл тұрғындарының саны 15.600 адамды құрайды. Қарнақ атауының этимологиясы байланысты әлі де нақты пікір қалыптаспаған. Халық аузында Қарнақ атауының келіп шығуы туралы әртүрлі аңыздар, деректер кездеседі. Махмуд Қашқаридың Диуани Лұғат ат-Түрк кітабында Қарнақ оғыздар қаласының бірі деп аталған. Қарнақ төңірегі биік, ортасы терең, ойпат болған жер деген мағынаны береді. Қарнақтағы алғашқы ғылыми зерттеу жұмыстарын 1947 жыл оңтүстік Қазақстан археологиялық экспедициясы жетекшісі Бернштам жүргізген. Бернштам Қарнақ, Сығанақ қаласымен бірге 10 ғасырға тиесілі жазба деректерде айтылатынын жеткізеді. Археологтар Патсевич, Агеева Қарнақты Шагелжан, Үшкент аталды деп жорамалдайды. Бернштамның жүргізген зерттеуі Қарнақтың Әмір Темір әулеті тұсында салынғанын анықтаған. Әрбір орта ғасырлық қала атқаратын әкімшілік, сауда, қолөнер, егіншілік орталығы болды. Қарнақ қаласының басты функциясы металл балқыту еді. Бұл қызметті мүлтіксіз орындаған қала мен оның тұрғындары металл өңдеу орталығы ретінде танымал болды әрі дамыды. Бұл дәстүр кейін де жалғасын тапқан. Мұнан 110 жыл бұрын Қарнақтық Хасанов Бабатай жекеменшік кәсіпорнын ашып, Қаратаудан қорғасын өндірген алғашқы кәсіпкерлерден бірі болып саналады. Қажырлы еңбегі арқасында тау-кен өнеркәсіпшісі атағына ие болған. 4 мен 6 ғасырларда бұл аймақ түрік қағанаты құрамында болған. 8 ғасырда арабтарға бағынып, ислам дінін қабылдаған. 7 мен 8 ғасырларда Хорезм, Мавараннахр және Дешті Қыпшақтың оңтүстігінде ислам дінінің мәдени орталықтары болған, білім ордалары пайда болды. Сондықтан бұл жерлерде Қарнақ, Сығанақ сынды араб миссионерлерінің жаңа дін кенттері орналасқан, деп жазған әйгілі жазушы Ілияс Есенберлин. 9 ғасырдың соңында қазіргі Қазақстан жерінің көп бөлігі оғыздар билігінде еді. Сырдарияның орта және төменгі ағысындағы құнарлы жерлер ұлыстың тұрақты мекеніне айналған еді. Бұл аймақтағы Сығанақ, Сауран, Парап, Қарнақ, Жиынт қалалары оғыздарға тиесілі еді. Бұл қалаларда қолөнері, сондай-ақ мал өнімдері мен шикізатты қайта өңдеу дамыған. Темір, күміс, алтын, мыс қазып алынған. Қарнақ 12 ғасырдың бірінші жартысында қидандардың қол астына өткен. Алайда көп ұзамай моңғол басқыншыларды Қарнақты жаулап алған. 14 ғасырдың екінші жартысында Қарнақ Әмір Темір мемлекеті құрамына енеді. 15 ғасырда Бұхара хандығына қосылады. 16 ғасырдан 19 ғасырдың бірінші ширегіне дейін Қарнақ қазақ хандықтары дәуірінде стратегиялық маңызды қалалардың бірі болған. Қарнақтың климаттық қоңыржай белдеуі кескін континентал типінде орналасқан. Жауын-шашын мөлшері 230 мм-ді құрайды. Топырағы құнарлы, сұр топырақ. Вегетация дәуірі ұзақ болғандықтан 2 рет жеміс алуға болады. Қарнақ ауылы ауыл шаруашылығына мамандалған. Ауыл тұрғындары барынша еңбекқор, қай саланы болмасын шеріп, үлкен салаға айналдырып отыр. Қазіргі заманның талабына сай, үлкен егіз алқабынан бөлек түрлі жылыжайлар көбейіп келеді. Мұнда ерекше күтімнің арқасында мерзімінен бұрын әрі жыл 12 ай көкөністерді алуға мүмкіндік зор. Заманауи құрылғыларды пайдалана отырып, Қазақстанның ауыл шаруашылығына зор үлес қосып отырған жылыжайлар көп. Қарнақтың көрікті жерлері. Мешіт жердегі Алланың үйі болып саналады. Қарнақ ауылының қақ ортасында 4 жолдың қиылысында зәулім мешітке көзіңіз бірден түседі. 4 жыл бұрын басталған мешіт құрылысы бітуге жақын. Тіпті аяқталды деуге де болады. Бұл мешіттің диаметрі 27 метр. Орта Азия бойынша мұндай диаметрлік мешіт әлі салынбаған. Қарнаққа келушілер мен туристерді қызықтыратын тағы бір дүние алып дут ағашы.
1300 жылдық тарихы бар ағашқа бір адамның емес, бірнеше адамның құшағы толады. Өзі құлауға шақ көрінгенмен діңгегі берік. Ағаштың ортасы кеуектеніп кеткен. Тіпті 5-6 бала жаңбырда тоналап отыруға болады. Имам Бақи мазарында орналасқан алып ағаштың тарихы жайлы аңыз әңгімелерде өте көп. Елдің діни сауатын ашып, дінге шақырған Имам Бақидің өзі отырғызған деген аңыз бар. Тағы бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әскер бастықтары осы тұстан өткенде тут ағашының шыбығын елге қадап кеткен дейді. Ауыл ақсақалдары ағаштың қасиетті екенін айтады. Бір шыбығын не жапырағын жұлған адам жайсыз түс көретінін айтады. Қазіргі таңда Яссыбанка Қарнақ ауылының тұрғындарына ауыл шаруашылығын дамытуда өз үддесін зор қосуда. Ертеде ертегіден көріп жүрген тас көпір міне алдыларыңызда. Бұл тас көпір 2017 жылы халыққа қызмет көрсету мақсатында салынған. Бұл көпір ауылдың көркіне көркі қосып тұр. Қазіргі күнде Қарнақ ауылында 6 балабақша, 4 мектеп жұмыс жасап тұр. Қарнақ қаласының ерте орта ғасырға сәйкес келетін Артөбе қала жұртының жанында Хантөбе деп аталатын төбе бар. Жергілікті халық арасында аңызға сүйенсек, осында Әмір Темір өз әскерлерімен тоқтап демалған. Осы ойды дамыта түссек, қала хан ордасы болды деген жергілікті халық аңызымен ұштасатын дерек пайда болады. Ал Артөбе атауы ғар парсы тілінен аударғанда үңгір деген мағынаны білдіріп, осында ислам дінінің кең қанат жайғаннан кейін сопы тақуалар өмір сүрген үңгірлер болғандықтан қалыптасқан атау болса керек. Кез келген саяхатшы болсын, қонақ болсын, ауылға барғанда бірнеше мақтан көрсететін орын болады. Менің елді мекенімде көрер көзге дүниелер жеткілікті, бірақ солардың ішінде ерекше көзге түсетіні Зәулім мешіт пен Шаммат Ешан музейі. Бір кездері ілім мен білім ордасы болған, көпшілікті ислам дінімен таныстырған мешіт бүгінгі күнде көпшілікке ұсынылған музейге айналған. Бұл музей ішінде жүргенде әсем көрініс, ғанибет мекен бойыңызды бір тазалық күш иеленіп алғандай күйде боласыз. Сіздермен бірге болған Махмуд Қашғари атындағы жаратылыстану бағытындағы мектеп-лицейінің 10-г сынып оқушысы Абдуллаева Эльнора. Көргендеріңізге рахмет.